Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге Қуанышты медицина, оның жүргізушісі мен дәрігер Қуанышбек. Бүгінгі видеода біз бірге Зимницкий әдісін талдайтын боламыз. Видеоны бастамастан бұрын достар 2 секунд уақыттарыңызды арнап, лайк кнопкасын басып кетіңіздер, солай каналдың дамуына үлкен үлестеріңізді қосасыздар. Енді басқан болсаңыздар бастайық достар. Зимницкий әдісі бұл бүйректің концентрациялық қызметін зерттеуге арналған әдіс. Бүйрек ауруларының зерттеу анализдері көп, оның ішінде алтын стандарты бұл жалпы зәр анализі. Жалпы зәр анализі менің каналымда бар, сілтемені беріп кетем, кіріп көрсеңіздер болады. Енді Зимницкий деген әдіс бұл кішкене ыңғайсыздау әдіс. Себебі бір күн 24 сағат бойы зерттейтін болады. Қалай жасайды, не үшін жасайды, қазір барлығын анықтаймыз. Ең бірінші анализ үйренген кезде оның мәнін түсінуіміз керек. Бұл анализдің мәні бүйректің концентрациялық қызметіне баға беру. Бүйрек қаншалықты тығыздықта зәрді шығарып жатыр, немесе өте төмен тығыздықта, немесе өте жоғары тығыздықта. Нормада бүйректің тығыздығы 1,012 ден 1,025-ке дейін. Жоғарылап кетсе гиперстенурия, төмендеп кетсе гипостенурия деп атайды. Оның әрқайсының себептері бар. Қазір біз бірге талдаймыз. Енді Зимницкий әдісін зерттейтін кезде науқас диуретик препараттарын ішпеу керек, және де көп су ішпеу керек, қалыпты өмірін сүру керек. Таңғы сағат 9-дан келесі күнгі 9-ға дейін жасалынады. Науқас 8-де тұрса, оның бірінші зәрін толықтай шығарып тастайды. Оны біз пробаға алып зерттемейміз. Бізге 8 банка керек болады. 8 банканы біз 24 сағатқа бөліп, әр сағат сайын зерттеп отырамыз. Яғни 9-дан 12-ге дейін, 12-ден 15:00-ге дейін деген сияқты реттілікпен аламыз. Егер адам, мысалы 9-дан 12-ге дейін банкада зәр бар, 12-ден 15-ге дейін зәр шықпаса, ол банкаға зәр құйылмай қалады. Ал егер, мысалы 12-де берген зәр өте көп болса, бір банкадан асып кеткен болса, қосымша банка қайтадан алып келеміз. Солай түнде де науқасты тұрғызып зәрін алып тексереміз. Көрдіңіздер ме? Сол үшін кішкене ыңғайсыз. Одан кейін барлығын алып болғаннан кейін 8 банканы біз лабораторияға жібереміз. Лабораторияда банканың негізгі мөлшері, қанша миллилитр зәр берді, көп па, аз ба, күндізгі диурез қалай, түнгі диурез қалай. Күндізгі диурез түнгі диурезге қарағанда 2 есе көп болу керек. Яғни түнде адам азырақ зәр шығару керек. Келесісі бұл зәрдің ең негізгісі осы тығыздығын анықтау. Осы 8 банкының тығыздығы қандай? Тығыздығы егер көп болса, 1, 0, 30, 40 болатын болса, гиперстенурия деп атайды. Зәрдің құрамында белок болса, одан кейін глюкоза болса, в основном осылар зәрдің тығыздығын арттырып жібереді. Және де олигурия, яғни бүйректе өте зәр аз шығатын болса, немесе су мүлде ішпеген болса, зәрдің тығыздығы артып кетеді. Ал зәрдің тығыздығы керісінше төмендеп кетуін гипостенурия деп атаймыз. Ол негізінен зәрдің құрамы бүйректің жаңағы концентрациясы мүлде жұмыс жасамай тұр деген сөз. Ол негізінен қантсыз диабетте болады, гипостенурия. Ал гиперстенурия, тығыздықтың артуы, бұл қантты диабетте болады. Қантсыз диабет туралы видео шығар десеңіз, комментарийге жазып кетіңіздер, осылай толықтай талдаймыз. Одан кейін достар, несахарный диабет, диуретик препараттарды ішуі, созылмалы бүйрек жеткіліксіздік кезінде науқаста гипостенурия, яғни тығыздығы зәрдің төмен болады. Ал диабет кезінде, блок шығып кетсе, протеинурия кездерінде, одан кейін олигурия жағдайларында зәрдің тығыздығы артып кетеді. Яғни бұл Зимницкий әдісі өзекті ме, мәні бар ма? Әрине мәні бар. Бұл зерттейміз. Жаңағы гломерулонефрит, қантты диабет, созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі, созылмалы пиелонефрит ауруларына диагноз қойған кезде зәрдің концентрациясын анықтауға бізге үлкен үлесін қосады достар. Осылай анализдердің барлығын талдап шығуға ниеттеніп отырмын. Қолдасаңыздар, кез келген комментарий жазып кетіңіздер. Всем пока.